келшаттың ба? Ана көрші өзіңе жасы Мақпалдың қызын қараш, үнемі ерте тұрып анасына көмектесіп жүреді. Сен неге сондай болмайсың? Мама, бәрін сұрай бермеш, неге мені осы жұрттың қыздарымен салыстыра бересің? Үнемі осылай ғой. Мен анамын, сенен хабардар болуым керек шығар, қайда жүргеніңді білу керек шығар. Мен сізге қайда жүргенін бәрін айтам, бірақ менің өміріме шектеу қойды. Нағызға бір бәле дедің ба? Артық ештеңе айтпаған секілдедің ғой. Қатты өзгеріпті. Вау, Назерке, білезік алыпсың ғой, қашан алдың? Көзге әдем түседі екен. Оны қойш. Аяру, сен неге қоңырауға шықпадың? Өзің соңғы кезде бір түрлісің ғой. Я, мен де байқап жүрмін. Шынымды айтсам, үйден де, мектептен де шаршап жүрмін. Анаң сені қатты уайымдап жүрген шығар? Я, шынымен қатты уайымдайтын шығар. Кіммен ренжісіп қалдың? Анам ғой, таң атпай, екеуміз сөзге келіспей қалдық. Кейде бәрі бар сияқты көрінеді, бірақ сонда да бір нәрсе жетіспейді. Сол жетіспейтін нәрсе сенің құшағың, ана. Қанша күліп жүргеніммен жүрегім жылап тұрады. Сол кезде сенің иығыңа басымды қойып, ештеңе деместен жылағым келеді. Ал қазір әлем үлкен, мен кішкентаймын. Егер біреу бір нәрсе дейтін болса, мен жылап қаламын. Сол кезде анамның, қызым, барлығы да өтеді, барлығы да кетеді деген дауысын естігім келеді. Бірақ анам осыны түсінбейді, білесіңдер ме? Мен де түсіндіре алмаймын. Сен оны қайдан білесің? Мүмкін ол сен түсінетін шығар. Маған артық еш нәрсе керек емес, тек анам мені құшақтап алса болды. Сен уайымдамашы, сен бәрібір ананың құшағы қандай екенін білмейсің ғой. Жүр, отында таза ауа ішіп келейік. Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі тәрбие сағатының тақырыбы ана өмірдің тірегі. Осы тақырыпта эссе жазамыз. Ана бізді өмірге әкелген жан. Ал біз оларға не беріп жүрміз? Сөз бе, құрмет пе, әлде тек үнсіздік пе? Аяру, саған не болған? Үзіліске шықпақсың ғой. Апай, менде барлық жақсы, ешнәрсе болған жоқ. Егер айтатын болсаң, мен сені тыңдауға дайынмын. Қандай жағдай болып жатыр сенде? Ешнәрсе болған жоқ, бірақ ойымнан шықпай жүрген бір жағдайым бар. Аяру, сен анаңды жақсы көресің бе? Анаң туралы ойлайсың ба? Менің ойымша сен ана жүрегін ұмытып барасың. Мен анам жақсы көрем, бірақ оған ол жайында айта алмаймын. Онда анаңа деген сезіміңді сөзбен емес, жүрекпен айт. Мүмкін анаң сені түсініп қалар. Ешкімге көрсетпейді бірде сен білем жылайсың, шыдайсың. Кешірім жүрегіңнен сұрайсың, сіз шыдайсың. Ерекес едің сен бір едің бұрын, қазір бірақ еркелікті ұмыттың, мүлде ұмыттың. Көз жұмдың да бәріне де бірақ амалсыздан көңіліңді суыттың, қатты суыттың. Жүрегімді солып қалған сенің сұлу едің, махаббатқа шөлдедің, жоқ екенін білдіртпедің, жандарыңда теңгенің, көп жерлерде еледің, қиналдың ау, қандай жаман қалбын ау, бір көрсетіп алдың ау, күнде оңай ма өтеді бәрі де. Қолыңды бірақ
Мынау қандай альбом? Ескі альбомға ұқсайды. Мынау Аярудың кішкентай кезі ғой. Ең алғашқы рет қадам басқан, кішкентай аяқтарымен жасаған әр қадам менің жүрегімде ең үлкен қуаныш еді. Ең алғашқы рет мектепке барған кез, сыныптың сыртына кіргізіп тұрып, есіктің сыртында тек көз жасымды сүртумен ғана болдым. Ең алғашқы рет мама деген сол сөзді естігенде жүрегім қалай соққан тек өзім ғана білетінмін. Сол сөзді есту әлі арман болып қалды. Әр ананың көзінде баласы қанша өссе де, сол күй әлі кішкентай бала болып қалады екен. Сол секілді Аяру демей жүрегімде кішкентай. Аяру айтылмай қалған қанша еркеліктерім, қанша армандарым болды. Анашым, анашым. Кешірші, мен кейде сен түсінбедім. Неге қаталсың деп ренжідім, неге маған ұрсасың деп ренжідім. Бірақ қазір түсіндім, сенің де жүрегің бар екенін, сенің де шаршайтыныңды ойламаппын, анашым. Құласам ең бірінші сенің жүрегің ауырды, құласам ең бірінші сен жүгіріп келдің. Сізді жақсы көрем деп айта алмасам да, мәңгі менің жүрегімдесіз, анашым, кешіріңіз. Аяру, мен неге жүрші? Біз сүйсе де сүйе алмайтын, сүйгенін білдіре алмайтын заманда өмір сүрдік. Аяру, саған қалай көңіл бөлмегенді, қалай көңілсіз қалғаныңды білдірмедім. Мені де жас болмады дейсің бе? Мен де әрине жас болдым. Әрине, барлық аналар өзің баласы үшін, өзі үшін, өзің жастығымен өмірін құрбан қылады. Сол секілді Аяру, мен де өз өмірімді құрбан қылдым. Кешірші қызым, мені кешірші, мені де кешіргіші анашым. Жалын өмір баспалдақ, бәлкім бұл дүниенің үстіме